Ауыл тұрғындары үшін жағымды жаңалық. Бұдан бұлай Ақшұқыр Сайын Шапағатов Таушық ауылының тұрғындары сотқа қатысты мәселесін аудан орталығына бармай-ақ шеше алады. Цифрлық Қазақстан бағдарламасы аясында онлайн тәртіпте сот отырысы өткізіле бастады. Түпқараған ауданындағы жаңа жоба аудан әкімдігі мен аудандық сот және құқық қорғаушылардың арасындағы меморандум арқасында жүзеге асты. Тақырыпты толығырақ аудандағы кезекті виртуалды сот отырысына қатысып келген әріптесім Нұрлан Үсен баяндайды. Бүгінгі таңда биліктің бір тармағы саналатын сот жүйесіне цифрландыру енгізілді. Электрондық құжаттар виртуалды сот отырысы халықтың игілігі үшін азаматтық, қылмыстық және әкімшілік сот ісін жүргізуде қолданылатын дыбыс, бейне жазба құрылғысы сот жүйесінің ашықтығы мен қол жетімділігін қамтамасыз етеді. Жақсы, тағы да қосып айтарыңыз бар ма? Айжамал Бейсенғалиева экранның арғы жағында отырған Таушық ауылының тұрғыны. Дәл осы уақытта ол ауылдағы әкімдіктегі арнайы кабинетте. Зейнеткерлікке шығатын мұғалім жеке құжаттарындағы қателіктерге байланысты сотқа арызданған. Белгіленген уақыт ішінде аудандағы судья істі қарап сот отырысын өткізді. Арызданушыны алыстан аттерлетпей-ақ Skype қосымшасы арқылы онлайн режимде тілдесті. Осылайша бірінші тараптан кететін уақыт пен қаржылай шығынды қысқартты. Өзімнің рахметті айтам, себебі онлайн режимде өте тиімді енген, себебі мен бүгін уақытын тиімді пайдалануға және тез арада шешіп беруіне жаңағы осындай шешім шығарып беріп отыр. Мүмкіндік жасап тұр. Сондықтан қызметімізді бұл өте тиімді, халыққа өте тиімді нәрсе. Сот залы бейнекамера, экран, микрофондармен жабдықталған. Ортада тұрған үлкен камера залдың төрт бұрышында анық көрсетеді. Демек, экранның арғы жағында отырған адам залда не болып жатқан тікелей эфирде бақылай алады. Алайда арызданушы мұндай жеңілдікке қарсылық білдірсе, аудан орталығына аяқтай келіп, сот отырысына қатысуына мүмкіндігі бар. Сондай-ақ электрондық құжаттандыруда уақыт үнемдейді. Өзімізде қуанатынымыз халықтың игілігіне өте қолайлы ғой деп есептейміз. Бір Сайын мен Ақшұқыр ауылынан бізге осы орталыққа келу үшін таксидің құны жоқ дегенде 1,5 мың теңгедей келу кету үшін ар жағында 4-5 мың теңге бір адам келіп кету үшін мәжбүр болады. Ал олардың уақытылы келуі де жолда келеді. Әсіресе қысқы уақыттарда ол сотқа келіп кетуінің өзі үлкен қиындықтар туғызады. Осындай үлкен жеңілдіктер бар. Бүгінгі сот отырысы осылай өтті. Арызданушы шешіміне қанағаттанды. Енді судьялар да халықта жүрісті азайтып, уақытты үнемдейтін болады. Сонымен қатар, цифрландыру аясында жүзеге асқан жоба арқылы өзге өңірлердегі де сот отырысына қатысуға болады. Алдағы уақытта бұл жүйе вақтыда қызмет ететін мамандарға да қолжетімді болады. Нұрлан Үсен, Сабит Амангелдіұлы, Каспий ақпарат.